İsa Құдайдың ұлы. Иерусалим. Масих туылғаннан соң 13-ші жыл. Міне, келіп те қалдық. Саған елі ұнап қалады. Руханиге айтатын сөзің ядыңда ма? Естіп батырсаң ба? Ибадатханаға жақынласқан сайын мейірге толып бара тұрман. Менің ойымша Иса көп жаңа затларды көреді. Shekels for any of the sheep. These animals are all out. Iowa, 3 shekels a bundle. Perfect for the Passover. Perfect. Perfect for me. 5 shekels. We don't have that much money. What do you have? We have 2 shekels to spend on all that. Міне, ал. Мен онда отын алып қайтаман. Ал мен болса күзе көріп келейін. Отын алыңлар. Қанша керек сізге? 2 бау берің, ілтимас. Мархамат, 1 шекел. Әке, анам тұзбенен нан да сатып алың деді. Well, we've got a lot. Жақсы алдық, дұрыс па? Міне мынау құтқарылу байрамы қозысы үшін ең шырайлысы. Және қымбатта емес. Қаншадан? Бар жоғы 3 шекел. 2 шекел берсем бола ма? Болады. Are you tired? Шаршамадыңыз ба? It shouldn't be much. Енді азғантай қалды. Тынышлық яр болсын тақсыр. Мен Насыралы Исаман. Осы қозыны шаңарағымның атынан Құдайға құрбанлыққа беремен. Яқшы. Құрбалығыңды қабылдаймыз. Ол жаңа 12 жасын толтырып атыр. Сондай ма? Құдайдың замларын орындауға таярсың ба? Сынап көрейін бе? Алып келген қозыңның айырмашылығы неде? Ол ең жақсысы. Там бірде-бір дағы жоқ. Не үшін ең жақсысы? Құдайды сүйгеніміз үшін. Дұрыс айтылды, балам. Жүдә дұрыс айтылды. Ерман жүріңлер. Ұстаз, мен не қылуым керек? Менің қойларымды ұрлаған адам жақында ұсталды. Заң бойынша, ұрланған әрбір қой үшін 4 қойдан беру керек. Аммегап сонда да ол бере алмайды. Себебі жарлы. Ондай болса, заң бойынша оны құл қылып сату керек. Мүмкін, басқа жолы бар шығар. Құтқарылу байрамын не үшін байрамлаймыз? Сен білмейсің бе? Құтқарылу байрамы бұл біздерді құллықтан азат еткен үшін Құдайға мінетаршылық ету уақыты. Құллықтан азат еткен үшін Құдайды алғыслап тұрып, және қалай адамды құллыққа сату мүмкін? Тақсыр, бізді кешіріңлер. Ол жүдә қызығушаң.
Әлемнің hukmdары, аспандағы Құдайымыз, осы пак һәм мұқаддес қозыны күнәларымыз үшін қабыл ет. Easy, easy. One more bag. Bring that mule over here. Иса қайерде? Ол біздердің кететұғынымызды біледі. Достарымен бірге қайтады. Quiet, right over here. Юсуп, мен Исаны көрмей жатырмын. Оған еш нәрсе қылмайды. Исадан қауіптенбесең де болады. Аналар хәмеше қауітерленетұғынын сен білесің ғой. Иса? Иса? Иса! Сіздер Исаны көрмедіңіз бе? Maybe he's Мүмкін ол ағайын балалармен төменде ойнап атырған шығар. Мен ол жақты қарадым. Did you see him? Сіздер оны бүгін көрмедіңіз бе? Was he Ол сенімен бірге емес пе еді? Оны сіздерменен бірге деп ойладық. Иса! Иса! not? Балалардың ешқайсысы оны бүгін көрмепті. Мен қорқып баратырман, Юсуп. He probably Мүмкін ол жолда қалып қойған шығар. Ізімізге қайтып оны іздейміз. Қауітерлене берме. Jesus. Иса! Иса? Иса! Тынышлан. We haven't heard. Маған табылған балалар туралы хабар берген жоқ. Сіз оны табуға жәрдем бере аласыз ба? Қала сондай үлкен екен. Perhaps Бәлкім, азанда 2 адам ажыратуымыз мүмкін. in the morning. Азанда? What Ал түнде не? We Қашып кеткен балаларды іздеу үшін біздерге пұл төлемейді. Иса қашып кеткен жоқ. Ол жоғалып қалды. Мен сізді жәрдем береді деп ойлап едім. It's all right, Mary. Бәрі жақсы болады, Мариям. Ол табылады. Рахмет. Біздер азанда келеміз. He's about. Шамаменен бойы мынандай еді. And his name Аты Иса. Jesus. No. No. Ақырғы мәртебе оны арқа даруазаның қасында көрдік. Бірақ бұл 3 күн алдын еді. Біздер оны көрмедік. Jesus. Иса! Нызам не үшін берілген? Себебі Құдайдың алдында нақақтықты ажырата алуымыз үшін. Бұннан да ахметлісі хақ іслерді істеу. Jesus. Иса? Mary. Мариям! Сен низам пайдасыз дей жақ емессің деген үміттемін. Яқ, ондай демекші емеспен. Ал егер нызамды орынлап, бірақ Бірақ не? орынлау керек. Бірақ сүйіспеншілікпенен. Көз алдыңызға келтіріп көріңлер. Егер біздер жақынымызды өзімізді сүйгендей сүйсек, ал егер өзімізден де көбірек сүйсекше, біздердің жүрегіміз мехірге һәм сүйіспеншілікке толады.
Низамды орынлаган жаксы, бирок бул жүрөгүмүздү өзгерте алмайды. Өйткені адам низамды жакшы көрүп, сол убакыттын өзүндө жакынын жек көрүү мүмкүн. Жүрөгүмүз сүйүспенчиликке толгон убакытта гана bizler nizamның хакыйкый орынлаушылары боламыз. Анажан, Иса, балам. Кай жерге жоғалып қалдың? Әкең екеуміз хамме жерді іздеп шықтық. Bizler Иерусалимдегі барлық үйлерді һәм базарларды айланып шықтық. Неге мені іздедіңлер? Әкеме тиесілі Құдайдың үйінде болуым керектігін қалай білмедіңлер? Үйге қайтасаң ба, Иса? Иса даналыққа һәм күчлі рухқа толып өсті. Құдайдың мейірімі оның үстінде еді. Golden rays of sunlight shining from above. Аспаннан түскен құяштың алтын нұрлары My soul with менің жанымды қуанышқа толтырады. Жүрегімді болса мұхаббатқа. Ұзақ түн құшағында ай һәм жұлдызлар бірін-бірі шақырар. Оның құдайлық нұрын қабыл еткені әрбір адамның жолы жақтыланар. Таң шұғыласы, суық горизонт еріп, әлемді қыздырып, құяшлы күнге айланар. Жарқыраған, ажайып нұры менен, оның мұхаббаты бүткіл әлемге жарық берер. Жүрегімді тынышлыққа толтырып, мұхаддес нұр сәулесінде мәңгіге патшалық етер. Таң шұғыласы, суық горизонт еріп, әлемді қыздырып, құяшлы күнге айланар. Оның мұхаббаты бүткіл әлемге жарық берер. glorious and bright, filling me with peace that will never cease in his holy light. Shimmering o'er the gray horizon, dawn reveals its glow, growing into dazzling daylight, warming all below. His love shines around me. Міне, менің сүйіклі ұлым, мен оған ырзамын. Ondan кейін мұхаддес рух Исаны шөлістаныққа алып кетті. Сол жерде ораза тұтып, даналыққа толды.
40 күн өтті. Ол болса еле тірі. Хақиқаттан да онда ұлы күш бар. Жәрдем керек емес пе? Yo'q. Сен тез арада өліп қаласаң ғой. Әкемнің еркін орламағанша мен өлмеймін. Сенің әкең? Құдай ием. Егер Құдайдың ұлы болсаң, онда неге сені осындай азапларға душар етіп атыр? Құдайдың сүйіспеншілігі үшін бұннан да көбірек азап шегемін. Бұны дәлеле, қазір, осы жерде. Мына тасты алып, нанға айландыр. Қане? Қарныңды тойдыр. Сонда мен алдыңа жығылып, саған табынаман. Мұхаддис жазуда жазылған. Адам тек қана нанменен емес, Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзбенен жасайды. Сенің кім екеніңді білемін. Сен де мені білесің. Иерусалим. О, Иерусалим. Міне, сен құтқаратығын адамлар. Біріншіден, олар саған сенуі керек. Хаттекі таслардың үстіне секірсең де, Құдай өзінің періштелеріне сені сақлап қалуды бұйырған деп жазылған ғой. Менде бір пікір бар. Секір. Олар періштелердің сен ұслап қалғанын көрсе, сол уақыттағы сенеді. Құдайдың ұлы екеніңді сонда ғана біледі. Құтқарылуым хақында жазылғанды айтып отырсаң ғой. Ауа. Және де жазылған. Құдай иеңді сынама деп. Саған ұсының барлығын беремен. Бұлардың барлығы сенікі емес. Барлығы менікі. Менікі. Бұл дүнияның адамлары менің даусыма ғана құлақ салады. Өйткені мен сырлы күшке иемен. Бақ һәм жүзімзарлықлар. Күміс һәм алтынлар.
Сарайлар, тахтлар, тажлар. Шексіз жерлер, сүрулер һәм падалар. Патшалар һәм аскерлер, қылышлар һәм найзалар. Міне күш. Егер бір ғана шартымды орынласаң, һәммесі сенікі болады. Аяғыма жығылып табын. Менің айтқанымдай қыл. Аяғыма жығылып табын. Бұл дүнияның құдайы. Satan, get Шоқ бол көзімнен шайтан. for it is written, Өйткені жазылған. thou shalt worship Құдай иеңе сыйынып, God and him only. жалғыз оған қызмет ет деп. And Jesus returned Иса мұхадис рухқа толып, into Galilee. Галилаға қайтып келгенде, оның даңқлы ісілері һәмме жерге тарқалып кетті.